Ата, қалайсыздар? Бүгін біз үйдегілерден опрос алатын боламыз. 1 миллион теңгеге зат құртатын едіңіз. Кеттік. Менің мамамнан сұраймыз. Мама, 1 миллион теңге берсе, затқа жаратар едіңіз. Алтын аламын. Неше теңгеге? 500 аламын. Комплект алтын аламын, бриллиант аламын. Ұлден апасы сізге 1 миллион теңге берсе, сіздің затқа жаратар едіңіз. Ну, депозитке салып болды. Сіздің апа сізге 1 миллион теңге берсе, сіздің затқа жаратар едіңіз. Мен ба? Это все потратила на себя. Өсер апа сізге 1 миллион теңге берсе, сіздің затқа жаратар едіңіз. Мен ба? 1 миллион берсең, атың өз өтеді. Кейбірімше берген ба бізге? Мамадан сұрайын. Маған сұрақ қоймай. Мама, сізге 1 миллион теңге берсе, сіз затқа жаратарсыз. Іске барасың. Жақсы. Сізге 1 миллион теңге берсе, сіз затқа жаратар едіңіз. Маған 1 миллион теңге берсе, мен Америкаға қыдық қайтар едім. Сізге 1 миллион теңге берсе, сіз затқа жаратар едіңіз. Ой, аулап кетер едім. Соткымды өшіріп, ішкімді Табайын көңсіз. қашар едім. Әже сізге 1 миллион теңге берсе де, мысалы, сіз оның затқа жаратар едіңіз. Milyon tengem bolsa ma? Аспаға түкіріп жатам істеді. Allah'ın bergen sıyı bolsa, baldarıma, nemerelerime tartı жасайм. Болды, осы әлде 1 миллион деген ал. Сын ападан сұраймыз. Апа сізге 1 миллион теңге берсе, затқа құртасыз. Мен өзіме бір машина алып алатын едім. Ол жетпейді екен ғой. Матиз алатын, матиз. Бір кетсе. Бірнәскіма. Мен өзім бизнес аша аламын ба деп отырмын. Бизнес ашып, Алматының төрінде өзіме бір бизнес аламын. Айнұр апа сізге 1 миллион теңге берсе, сіз затқа жаратар едіңіз. Магазинда қойсаңыз орны. О, күшті. Сізге 1 миллион теңге берсе, затқа жаратар едіңіз. 1 миллион теңге берсе ма? 1 миллион теңге, смотря кім береді оны, қаяқтан түседі оны? Біз береміз. Мысалы. Мысалы ма? 1 миллион теңге берсе, оны білмеймін енді, жақсылыққа жұмсайтын шығармыз енді. Қайырымдылыққа. Жоқ, қайырымдылық енді, оны миллионды қайырымдылыққа бермейміз ғой енді. Жоқ, енді 7 деген любимый сан ғой, 7 мың береріміз, или 700-ден ұят болады, 70 мың қайырымдылыққа қалған семьяға, бала-шағаға. Бала-шаға деген аманат қой, Құдайдан берген, сол бала-шаға жұмсаймыз. Неше айтыңыз? Ақылға сізге 1 миллион теңге берсе, сіздің затқа жаратар едіңіз. Мен ба? Білмеймін, бірінші не істейміз, білмеймін. 1 миллион істеге жетпейді қой. Кредит жоқ қойды. Сумма жарамайды. Айтқанды бір 10 миллион өткізді ма? Сірә беріліп отқаны жоқ. Бірдемеге жарататын деп қойшы. Тәйден 10 миллион. 10 миллион ба? 10 миллион ба? Онда деген енді. Беріңкен бірінші. Әкеліңдер соны береді. Мысалы ба? Сендерге де лицевый тап берейін деп едім. Күшті да. Да? Да, әне. Апа сізге 1 миллион теңге берсе, сіздің затқа жаратар едіңіз. Аяғымен Айзадаға күшті сақинамен киім алып береді. Осы біздікі енді. Сізге 1 миллион теңге берсе, сіз не істер едіңіз? Сіздерге күшті қара ақылды қойып береді. Стойлеткен мәдінде барлығы. 1 миллион теңге берсе, сіз не затқа жаратар едіңіз. Қыдырамын мен, қыдырып кетемін. Себебі қыдыру деген адамға эмоция сыйлайды. Эмоциямен өмір сүру керек. Сен өзгесін өзің қыдырасың, саған біреу береді, сосын өзің қыдырасың. Айыр онда табиғи бербей ақ қояды. Сен 1 миллион теңге берсе, сен затқа жаратар едіңіз. Мама,
Жоқ, өзіңе 1 миллион теңге өтетін затқа жаратар едім. Айфон деді. Достар, бұл только телефон ойлайды екен. Өзі алып берген үшін мынаға тип бар. Сосын айтқан, айырым саған 1 миллион теңге өтетін затқа жаратар едім. 1 миллион теңге саған берсе, сені затқа жаратар едім. Насоққа. Адам сенде ойнағанымыз. Домбыра аламын десе. Домбыра болу. Екеуміз қой. Осы? Келме айтшы, шайыр келме. Айтамай? Ендерге айтшы. Аяды мекеге барамын дейді. Ата-анасы. Достар, осымен бітті. Опрос бітті бізде. Всем пока!